Сәлем, құрметті көрермендер, бүгін сіздермен ұйқысыздық жайлы әңгімелесетін боламыз. Жалпы ұйқысыздық ол өте өзекті тақырып, себебі әрбір екінші адам немесе каждый адам дейікші ұйқысыздықпен кездескен болатын, өмірінде ұйқысыздық болды. Бірақ кейбір адамдарда ұйқысыздық әр уақытта келеді. Күнді ұйқысыздық бұл өте ауыр сезім. Өйткені ертеңде өзіңді мақұлық сезінесің, өзіңді жаман сезінесің, өмірің эффективті емес өтіп жатқан сияқты сезінесің. Айтпақшы, мені Мадина Филс атты инстаграм парақшама жазылып қойсаңыздар болады. Ішінде өзіңізге керекті пайдалы ақпаратты таба аласыздар. Ал енді жалғастырайық. Жаңа айттық, бұл өте қиын сезім. Адамды бір қинап жатқанда, ұйықтай алмайды адам. Алдымен ұйықтар алдындағы қарапайым қағидалармен таныса кетейік. Содан кейін ұйқысыздық жайлы терең баратын боламыз. Оның себептері және шығу жолдары. Ең алдымен ұйықтар алдында міндетті түрде бөлмеңізді желдетіп алыңыз. Салқындау болғаны жақсы. Енді қатты салқын болғанда енді дұрыс емес. Жылы киініп жату керек, ондай болса. Содан кейін қарныңыз тойып немесе аш болып ұйықтамаңыз. Себебі, мысалы, аш болған кезде сіздің аштық сезімі сізге маза бермейді, ұйықтай алмайсыз. Ал қарныңыз тоқ болса, бәлкім асқазаныңыз ауруы мүмкін. Сонымен қоса, бөлмеңіз тыныш, ешқандай жарық түспеу керек. Бұл негізгі қағидалар. Сонымен қоса өзіңіздің режиміңізді жөндеңіз. Мысалға алатын болсақ, 10-да ұйықтап, 8-де тұрыңыз. Немесе керісінше жай жатпауға тырысыңыз. Кейбір адамдар 3-те жатады, 4-те жатады, телефон шықып, телевизор көріп, или YouTube көріп, содан кейін ұйқысының режимі бұзылады. Режиммен жату керек деп айта салу оңай. Себебі кей кезде болады. Мен қазір ұйықтаймын деп өзіңізді төсекке жатқызасыз сағат 9-да, 10-да. Ал енді басталады. Ертең жұмысқа тұру керек, бірақ сіз бұлай аунайсыз, ұйқыңыз келмейді. Ұйқысыздық сіздің үйіңізге келді, сізге келді. Ол жағдайда не істейміз? Ең алдымен сіздермен біз себептерін қарастырамыз. Сіз қандай сезінесіз, неден өтесіз. Сол айқындау арқылы біз оның шешімін табатын боламыз. Сонымен қоса, кей кезде адам белгілі бір аурудан ұйықтай алмауы мүмкін. Асқазан ауырады, басқа жер ауырады. Ол әрине басқа дәрігерге бару керек. Бірақ психологиялық себептерін қазір қарастыратын боламыз. Оның психологиялық екі себеп бар. Бірінші себеп ол сіздің ойыңызда неше түрлі ойлардың болуы. Яғни сіз дәл қазіргі сәтте емессіз. Сіз бүгін бір құрбыңызбен ұрсысқан сәтті еске аласыз. Біреу комментарий сізге жазды, соны ойлап жатасыз. Ертеңгі пландарыңызды ойлап жатасыз. Мен анан жасау керекпін, мынаны жасау керекпін. Яғни сіз сол ұйықтарда дәл сол сәтте емессіз. Неге ол түнде пайда болады? Себебі адам ұйықтағанда оның барлық сезімдері ұшыға түседі екен. Бәрі тынышталады, адамның сезімдері оянады. Сол себепті сіз осы сәтте емессіз деген сөз. Адам, яғни неше түрлі ойлар адамның сезімдерін оятады екен. Сол себепті сіз ұйықтай алмай жатырсыз. Яғни ішіңіздегі уайымды оятты деген сөз. Келесі себебі ол өзіңізді күштеп ұйықтату. Мысал, сіз жаттыңыз. Сосын ертең 6-да тұру керек. Сіз бұлай аунайсыз, ұйықтай алмайсыз, бұлай аунайсыз, ұйықтай алмайсыз. Жаңа айттық, өзіңізге айтасыз, Мадина, көзіңді жұм,
ұйықта, ертең идеалды болу керек саған. Сосын іштей кінәлай бастайсыз, иә. Мен қазір ұйықтай алмасам, ертең тағы да таңертең тұрып мақұлық сияқты болам ғой. Мен не так та басым дұрыстап істемейді. Ұйқым қанбаса вообще істемейді. Ертең күнім босқа өтеді ғой. Идеалды емес боламын мен тағы да. Түрім да жаман болады. Мені бастық ұнатпай қалады. Содан кейін мені маған қалайтсам болады, қарамай қояды, немесе мені жұмыстан шығар жібереді. Неше түрлі ойлар келеді да, мен идеалды болу керекпін деген өзіңізге ана ертеңгі күннің талабының кесірінен мен ертең осындай болу керекпін. Қазір сіз сол ойларды ойлап жатырсыз. Яғни сіз ертеңге өтіп, сол талаптарды бүгінгі алып кеп қойып жатырсыз. Ол үшін не істейміз? Мысалға айтсақ, сіз жатырсыз, ойлар кетіп жатыр, сосын сіз ойыңызды, назарыңызды өзіңіздің деміңізге бағыттаңыз, иә? Демалып жатсыз ба? Сол назарыңызды деміңізге бағыттаңыз және деміңізді бақылаңыз. Сөйтіп 50-ге дейін ба, 100-ге дейін ба, пока ойыңыз тынышталғанша сөйтіңіз. Немесе тағы бір практика бар, ол өте керемет практика, невротиктарға арналады, ол сканерлеу деп аталады. Мысалға алатын болсақ, сіз әрбір дене мүшесін, мысалы көз, екінші көз, мұрын, аяқ, барлық дене мүшені бір-бірден сканерлеп шығу керек. Мысалы, ойша, көзді ойша 10 секундтай сканерлейсіз, болады ғой, анда бүйтіп. Ойша. Сөйтіп әрбір дене мүшесін сканерлегенше бір 20 минуттай өтеді, бірақ өте керемет практика сіздің ойыңызды тыныштандырады. Ал енді ойыңызды тыныштандырдыңыз, бірақ әлі де ұйықтай алмай жатырсыз. Не істейміз? Ол екіншіден өзіңізді күштеп ұйықтатуды тоқтатыңыз. Мысалға айтатын болсақ, көзіңді жұмып ұйықтау керек деген орнына, жарайды, ұйықтамасам ұйықтамай қояйын, ертең жұмысқа барайын, мақұлық бола салайын, идеалды болмай қояйын, мен жұмыстан шығарсын, жарайды. Это не конец света, басқа жұмыста басалам. Немесе мен бір рет клип түсіруге ұйықтай алмай, өзім мына сөздерден кейін ұйықтадым. Ол үшін мен қатты дайындалдым бір апта бойы, содан кейін оған бір достаточно ақша кетірдім. Ұйықтай алмай жатырмын, ертең идеалды болу керек деп. Сосын өзім айттым, ну ладно, Мадина, ол бірақ клип емес қой, әлі клип түсіресің, идеалды емес болсаң, идеалды емес боласың деп айтып ем, ұйықтап қалдым. Яғни өзіңізден талап қоймау керексіз. Мен ертең идеалды болу керекпін, ұйықтау керекпін. Өзіңізге айтыңыз, жарайды, мен қазір жата тұрам, жай ғана жата тұрам төсекте. Еш нәрсені ойламай. Содан кейін 6-ға дейін ұйықтамасам да болады, 5-ге дейін ұйықтамасам да болады. Қазір будильник қоям 8-ге. Ертең не болса да сол 8-де тұрам. Ұйықтасам да, ұйықтамасам да жата тұрам деп. Өзіңізге айтсаңыз, күшті практикашы, классная практика. Тағы бір практика бар, атын ұмытып қалдым, әрбір дене мүшеңізді бүйтіп қысып тұрасыз да, мысалы қолдан бастайсыз, босатасыз. Бүйтіп аяғыңызды қысып тұрасыз да, босатасыз. Өте расслабляет, өте керемет. Сонымен қоса ұйықтай алмасаңыз, немене істейсіз? Сонымен қоса ұйықтай алмасаңыз, әртүрлі дәрістер тыңдасаңыздар болады. Дауысы приятный адамдарды тыңдап жатып ұйықтап қалуға да болады. Немесе тіпті ұйықтай алмай жатсаңыз, орныңыздан тұрып кетіңіз да, басқа нәрсемен айналысып тұрыңыз, ыдыс-аяқ жуып тастаңыз, или бір нәрсені оқи тұрыңыз. Вообще ұйқыны ұмытып кетіңіз. Өзіңізді, яғни сіз күштемеу керексіз. Ұйықтасам ұйықтаймын, ұйықтамасам ұйықтамаймын. Сол, егер де менің видеом пайдалы болса, міндетті түрде маған қолдау көрсетіп, комментарий жазып, пікірлеріңізді айтсаңыз, мен үшін маңызды. Сол арқылы мен ары қарай осындай видеолар шығару керек екендігі жайлы ойлар келеді. Менің ютубыма жазылыңыздар, инстаграмма жазылыңыздар, қош сау болыңыздар,
амандықта жүздескенше.